Біз саяси қуғын-сүргін құрбандарына арналған музейге бардық. Бұл музей 3 залдан тұрады. Бірінші залда бізге 1932-1933 жылдардағы ашаршылық кезеңі туралы баяндалды. Сол кезде Қазақстанда 3 миллионнан астам адам аштықтан қаза тапқан. Сол ауыр жылдары қазақ зиялылары Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатов, Мағжан Жұмабаев, Тұрар Рысқұлов сияқты тұлғалар елді аман алып қалуға тырысты. Олар Мәскеуге хат жазып, қазақ халқы аштыққа ұшырағанын жеткізбек болған. Сол уақытта Қазақстанға басқа ұлттар да күштеп қоныс аударылды. Ашаршылықтан титықтаған қазақтар өздері қиын жағдайда болса да, басқа халықтарға қол ұшын созды. Мұражайдағы осы залда біз табылған оқтар, ескі былғары етіктер, тістер мен темекі құралдарын көрдік. Бұлар жазықсыз азап шеккендердің соңғы іздері. Көптеген қазақ зиялылары мен қарапайым адамдар халық жауы атанып, жазықсыз атылды. Азап лагерлеріне жіберілді. Кейбірін тек қысқа тергеуге шақырғанмен, олар үйіне ешқашан оралмады. Әйелдері күйеулерін іздеп кеткенде, өздері де ұсталып, түрмеге қамалды. Балаларына тек 3 жасқа дейін сүт емізуге рұқсат етілді. Одан кейін олар балалар үйіне немесе балабақшаларға жіберілген. Екінші залда 4 мыңнан астам адамның есімі тасқа қашалып жазылған. Бұл саяси қуғын-сүргін құрбандарының есімдері. Олардың өмірі мен тағдыры туралы толық ақпаратты арнайы сенсорлы экраннан көруге болады. Мұның бәрін көріп, жүрек шымырлайды. Себебі бұл есімдер еш кінәсі жоқ, бірақ енді өмірде жоқ адамдардың аттары. Үшінші залда бізге ашаршылық жылдарын бейнелейтін деректі фильмнің үзіндісі көрсетілді. Сол көріністер арқылы сол дәуірдің қасіретін, халықтың шеккен азабын анық сезіндік. Бұл музей біздің тарихымызды